Содан балалар біз 4 топқа бөлініп алдық. Мына жерде түрлі түсті қағаздар жасалған құшақтар тұр. Өздерің таңдаған түсті алып 4 топқа бөлінеміз. Ал келеміз балалар, таңдап алыңдар. Сіздер 2-3 топқа жасыл түстер, 3-ші топқа, ал көгілдірлер 4-ші топқа түсеміз. Ал отырамыз, әрқайсымыз жайғасамыз. Жайғасамыз кәнеки. Тамаша балалар. Енді қолдарындағы ұшақта әрқайсының өздерінің тілектерін жазындырып, сол ұшақ ұшып жүрміз. Бүгін сендер мына модельдерге қарап біліп отырғаншамыз. Бүгін тақырыбымыз не туралы болмақ екен? Тамаша. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар. Адам қаңқасының құрылысы, тірек қимыл жүйесінің маңызы мен қызметі. Ал бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты бұл тірек қимыл жүйесінің қызметтерін сипаттау. Біз сабағымызды бастамас бұрын балалар, сендердің әрқайсыларының алдарында мынандай бағалау парағы берілді. Бұл өзін бағалау парағы жасақтаңыз. Өзін бағалау парағы навигатор деп аталады. Навигатор деген не болады? Бағыт беруші. Әр бағытқа сендер қазір тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмада әр бағытта навигаторды қозғалып отырасыңдар. Мысалы тапсырмаларда қате жібердім 3 балл, бір қате жібердім 2 балл, 2 қате жібердім 1 балл, мен осылай иеленген. Бұл навигатор бағалау парағы, бұл өздеріңді бағалау парағы. Түсінікті ме балалар? Жақсы. Әрі қарай бағалау берілді сендерге линейка берілді, сызғыш. Сызғышымыз арқылы біздер сендер осы жердегі сандар арқылы өзара бағалайсыңдар. Сендер топты бағалау шығасыңдар. Түсінікті ме? Жақсы. Әрі қарай сабағымызға кірісейік. Балалар, енді үй тапсырмасын тексеріп көрейік. Үй тапсырмасын я немесе жоқ әдіс арқылы тексереміз. Әрқайсы қолдарда қима қағаз берілген. Мен қазір айтамын, келіссеңдер яны көтересіңдер, келіспесеңдер жоқты көтересіңдер. Ал терінің ортаңғы қабаты дерма деп аталады. Терінің сыртқы қабаты май, терасты май жасылығы. Терінің мүйізді қабаты мен меланин эпидермис қабатында орналасқан. Тері асты май қабаты амортизатор қызметін атқарады. Тері 25% тыныс алады. Барлығы жоқты көтерді. Тек бекарыс қанат яны көтерді. Қанша пайыз тыныс алады? 5% тыныс алады. Тамаша. Келесіне кеттік. Тері қорғаныш қызметін атқарады. Ұлдана я жоқты кезектесіп көтерді. Ойланып. Жақсы, келесі, ол бір-бірімізден қараудың қажеті жоқ. Өздерін көтерді, қалай ойлап бірімізден жоқ. Солай болды. Келесіне кеттік енді. Дермада қан тамырлар, лимфа тамырлары, түптің түбірі орналасқан. Балалар, мына қаңқаға назар аударсаңдар, біздерде 200-ден астам қаңқа бар екен. Мынау модель тұрған модель қалай тұр? Осылай бізде сүйегіміз орналасқан. Біздерде тірек қимыл жүйесін қаңқа мен бұлшық еттер атқарады. Қаңқа қандай қызмет атқарады? Тірек қызметін атқарады. Ал бұлшық ет ше? Сүйегіштік қызмет атқарады. Көріне ме? 600-ге жуық бұлшық ет болатын болса, 200-ге жуық қаңқа бар екен. Енді қаңқаларды қарастырып көрейік. Әрқайсының атаулары қаңқаның әртүрлі бөлімдері болады. Мына бөлім
біздерде қаңқаның бас сүйегі деп аталады. Көрдіңдер ме? Келесі маңызды сүйектердің бірі омыртқа жотасы. Осы омыртқа жотасының дәл ортасында жұлын бар. Маңызды қызмет атқарады. Келесі кеттік. Иық белдеуі мен қол сүйектері, жамбас белдеуі мен аяқ сүйектері. Енді мұқият назар аударыңдар, бұл сүйектердің өз атаулары бар. Мынау балалар, міне мына жерден бастайын, бұл бұғана деп аталады. Ал мынау тоқпан жілік, кәрі жілік. Көрдіңдер ме? Қалған сүйек мына жақтағы сүйекті қазір қарастыратын боласыңдар қалай деп аталады. Келесі жамбас сүйегі, одан кейін кетеді біздерде ортан жілік, ортан жіліктен кейін асықты жілік, асықты жіліктің артында міндетті түрде шыбық болады. Кейде ол садақ сүйек деп аталады. Одан кейін біздерде толарсақ, өкше, башпай сүйектері бар. Кеуде сүйектеріне тоқталайық. Мынау төс сүйегі деп аталады, ұмытпаймыз. Ал мыналардың барлығы қабырғалар байқасаңдар. Көрдіңдер ме жан-жақта қабырғалар? Енді балалар, мына модельге егер мұқият қарасаңдар, бұл біздерде берілген табан башпай сүйектері. Жаңа атап кеттім, тура мына жер біздерде толарсақ деп аталса, ал мыналардың барлығы біздерде башпай сүйектері. Ал мына жер біздің өкшеміз екен. Көрдіңдер ме балалар? Жақсы. Енді біздің осы сүйектеріміз қалай қозғалады? Қалай жүзеге асады? Сол туралы біз қазір видеороликті тамашалайтын. Балалар, міне бас сүйегіміз. Астыңғы жағды көрдіңдер ме? Астыңғы жағымыз қозғалмалы. Үстіңгі жағымыз қозғалып тұр ма? Жоқ, қозғалмайды сүйек. Міне мыналардың барлығы байқаса мимикалық бұлшық еттер. Көрдіңдер ме? Біздің бетімізде осылай мимикалық бұлшық еттер болады. Міне мынау 3D-мен түсірілген видеоролик. Мұқият назар аударсаңыз тістеріміз, ауыз қуысымыз, мынақта бет сүйектері. Келесіне келді. Нағыз қозғалатын сүйек біздерде. Қараңдаршы, қол сүйектері. Мына қозғалысқа кетіп жиырылғыштық қызмет атқарып тұрған не екен біздерде? Бұлшық ет, ал бұлшық ет сіңірге жалғасқан. Көрдіңдер ме? Сүйек сіңірге жалғасып, әрі қарай бұлшық ет. Осылай қозғалады. Әр сүйегіміз буындар арқылы жалғасқан. Міне мынау біздің буынымыз, қараңдаршы, еркін қозғалатын сүйектер. Мынау аяқ сүйегі, назар аударсаңдар. Көрдіңдер ме? Мынау буынды тура мына жерде буын сұйықтығы болады. Көрдіңдер ме? Майға толтырылған буын сұйықтығымыз болады. Ол үйкелісті азайтып отырады, қызмет атқарады. Аяғымыздағы бұлшық етке қараңдар. Дәл осылай қозғалады. Қараңдаршы, белсенді. Мынау бұлшық еттер жиырылу қызметін атқарып жатса, тірек қызметін біздерде сүйекке атқарады. Маңызды. Қараңдаршы, омыртқа жотамыз қандай әріп тәріздес? С әріп тәріздес. Екеуі алға қарай иіледі, екеуі артқа қарай иіледі. Демек, омыртқа жотамыз 4 жерден иіледі. Екеуі алға, екеуі артқа. Келесіне қараймыз, мынау біздеріміз жаңағы мен көрсетіп кеткен толарсақ, башпай сүйектері, өкше сүйектері бейнеленген. Төрт топтың тапсырмалары әртүрлі. Біз қаңқалардың пішіндеріне қарай, құрылыстарына қарай, ал қаңқа қазір өмірде қандай рөл атқарады, соны барлығын қарастыратын боламыз. Келесіне бірінші топқа мынадай тапсырма беріледі. Мұқият болыңдар. Ментальды карта. Дискрипторға қараңдар. Дискриптордан ауытқып кетпейміз. Ол адамның қаңқасының бөлімдерін анықтайсыңдар. Келесі, екінші топқа салыстыру аймағы беріледі. Демек, сендер пішіндеріне қарай сүйектердің ұзын, қысқа, жалпақ сүйектерді салыстырасыңдар. Олардың ерекшеліктері, қызметтері, ондай қандай сүйектер жатады, соның барлығын салыстыратын боласыңдар. Үшінші топқа модельмен жұмыс берілді. Сендерге модель бас сүйек қойылды, бас сүйектердің барлық бөліктері мен қызметтерін талдайсыңдар. Дискриптормен ауытқып кетпейміз. Келесі, төртінші топқа біздерде скампер әдісі берілді. Скампер әдісі бұл қандай әдіс? Бұл жерде күрделі сұрақтар беріледі. Қазір өміріне байланысты алмастыратын сұрақтар, біріктіретін сұрақтар, бейімделген сұрақтар, қайта қарайтын сұрақтар, осындай сияқты сұрақтардың барлығына сендер жауапты жазатын болады. Бірақ
өмірмен байланыстырып, дискриптор қаңқаның қызметімен құрылысын қазіргі өмірмен байланыстырады. Түсінікті ғой балалар? Жақсы, ал ендеше кірісейік. Міне әрқайсының алдарында берілді постер, сол арқылы кірісетін болады. Ал балалар, сендерге берілген уақыт бітті. Қай топ бастайды? Қайсысы шығады бірінші? Жақсы. Бірінші біздерде шығамыз дейді. Ментальная карта бірінші топ шығамыз дейді. Келеміз. Тыңдап көрейік. Адамның қанға бөлімдері қалай бейнеленген? Қазір бағалайтын боласыңдар сызғыш арқылы. Мұқият назар аударамыз. Бізге ментальная карта тапсырмасы берілген болсын. Біздің басты мақсатымыз қаңқа бөлімдері мен оның ерекшеліктерін айта өту. Қаңқа бөліктері 5 бөлікке бөлінеді. Олар бас сүйектері, омыртқа жотасы, кеуде қуысы, қол сүйектері және аяқ сүйектері. Кеуде қуысы 12 жұп қаңқадан тұрады, балық сүйектері жалпақ жартылай қозғалмалы болып табылады. Жақсы. Омыртқа жотасы бір-бірімен қозғалмалы байланысқан аралас сүйектер. Адам ағзасында 33 немесе 34 омыртқа жоталары бар. Бұл жеті мойын омыртқасы, арқа омыртқасы 12, 5 бел омыртқасы, 5-8 көз омыртқасы және 4 немесе 5 құйымшақ. Қол сүйектері иық көліктері мен қолдың еркін қозғалатын сүйектері арқылы байланысқан. Қол сүйектері жұп-жау мен жұп бұғанадан құралады және қолдың еркін қозғалатын сүйектеріне оларға жезік және қолбасы сүйектері және тоқпан жілік жатады. Қолбасы сүйектерінің ерекшелігін ажыратады. Бізде ең алдымен білезік сүйектері және сонымен қатар алақай сүйектері және ең соңғысы қысқа сүйектерден құралған саусақ сүйектері болып табылады. Аяқ сүйектері жамбас белдеуі және аяқтың еркін қозғалатын сүйектері болып бөлінеді. Жамбас белдеуі екі жамбас сүйектерінен құралады және олардың әрқайсысы 3 біріктіріліп кеткен сүйектерден құралады. Олар мықан, шат, қасаға болып бөлінеді. Аяқтың еркін қозғалатын сүйектері олар сүйектеріне Ортан жілік, асықты жілік және шыбық сүйегі жатады. асықты жілікке жатады, шыбығымыз. Жақсы, тамаша. Енді балалар бізге назар аударсаңдар. Бұл топ біздерге қаңқа бөлімдерін айтты да, сонымен қозғалатын, қозғалмайтын, жартылай қозғалатын сүйектерге тоқталды. Жаңа омыртқа жотасын айтты, қозғалатын деп ыңғай. Бұл жартылай қозғалмалы омыртқа жотасы. Соны ешқашан, еш уақытта есімізде шығармаймыз. Сосын белсенді, жақсы қозғалатын сүйектер. Қандай сүйектер екен біздерде? Қол сүйектер сосын. Аяқ сүйектер. Ал қозғалмайтын қандай сүйектер? Бас сүйек. Бас сүйегі. Сонымен қатар қабырғалар. Сосын нелер біздерде? Жамбас сүйектер. Және біздің артымызда балалар ұмытпаймыз. Жауырын бар. Осы жауырын біздерде қозғалмайтын сүйектер жатады. Жақсы. Енді айтып көрейік, енді бағалап көрейік балалар. Біз әр топта екі арқылы бағалаймыз. Қанша баға қояр едіңдер? 10-қа дейін берілген. Қалаған нелерді алыңдар да. Бағалаймыз, көтеріңдерден көрейік, қанша баға қойылады қатар. Танеки? Тамаша. Жақсы. Енді отырыңдар. Келесі топ шығамыз. Келесі топ қайсысы топ шығады біздерден? Келеміз. Екінші топ. Салыстыру аймағын естіп көрейік. Мұқият тыңдаймыз бір-бірімізді балалар. Осыған байланысты сендерге тапсырмалар берілетін болады. Ал енді балалар, нелерді салыстырып жатыр екенбіз сүйектерді?
Жалпы адамдар құрылысы бойынша екі сүйек болады. Екі сүйектің түрі бар. Олар түтік тәрізді сүйек және жалпақ сүйек. Түтік тәрізді сүйек өз ішінде қысқа және ұзын сүйектер болып екіге бөлінеді. Қысқа сүйектерге саусақ сүйектері, башпай сүйектері және омыртқа жотасы және табан жатады. Ал ұзын сүйектерге тоқпан жілі, сан, білезік және асты жілі жатады. Жалпақ сүйектерге жауырын, бас сүйектер, төс, жамбас сүйектер жатады. Осы сүйектердің қызметтеріне тоқталатын болсақ, қысқа сүйектің қызметі ол үнемі қозғалыста болады, яғни қозғалыссыз тірек. Ал ұзын сүйектер адамның өзін тік ұстауына қатысады. Жалпақ сүйектер барлық ішкі мүшеге қорғаныс қызметін атқарады. Осы сүйектердің ерекшеліктері: қысқа сүйектер олар қысқа және тіреп тұрады. Ал ұзын сүйектер олар өте ұзын және түтік тәріздес болып келеді. Ал жалпақ сүйектер ұзындығы мен жуандығына қарай ерекшеленеді. Жақсы, сендер осы ерекшелікке ұзын сүйектің тура ортасында не бар екен тоқталмай кеттік. Не бар? Түтік тәрізді сүйектерде. Не бар? Кемі, майы болады балалар. Көріне ма? Олар уақыт өте сары майға ауысады. Осылай жазған соған тоқталуды ұмытпайық. Балалар, түсіндік қой, ұзын сүйектерге қандай сүйектер жатады, қысқаға қандай сүйектер жатады, ал жалпаққа қандай сүйектер жататынын көрдіңдер. Жақсы? Бағалайық ендеше бұл топты. Салыстыру аймағы. Келеміз қаңтыр үшінші топ. Бұл жерде бұларға қазіргі өмірге байланыстыратын сұрақтар берілді. Алмастыратын, біріктіретін, қайта қарастыратын, түрлендіретін. Міне осы сұрақтарға жауап беру керек болады. Назар аударамыз мұқият. Бізге скандер тапсырмасы берілген болатын. Ең алғашқы сұрақ бұл алмастыру сұрағы. Қаңқаны басқа немен алмастыруға болады? Жалпы қаңқа дегеніміз бұл мен шеміршекті байланыстырып тұрады. Осының әсерінен адамна қаңқа пайда болады. Бұл шығет қаңқаға бекиді. Ал қаңқаны біз қазіргі таңда көптеген мәселелер туындайды. Мысалы, адам жол апатына түсуі мүмкін. Осының әсерінен біздің қаңқамыз көп қолданылатын, яғни көп жұмыс істейтін біздің қолымыз, аяқ бөлімдері, оларды біз егер зақымданса протездермен алмастыра аламыз. Демек, алмастыру сұрағына қаңқаны алмастыратын протездер деді. Тамаша. Келесі. Біріктіру сұрақтары. Омыртқа жотасы қандай сүйектермен бірігеді? Бас сүйек, қабырға және жамбас сүйектермен бірігеді. Тиімдер. Неліктен жазу үстеліне орындық сай келу керек? Себебі адамның омыртқасы екеуі бір сай келсе, адамның омыртқасы болады. Егер екеуі сай келмей қалса, адамның омыртқасы қисайып кетуі мүмкін. Сол қисайса адамға өміріне қатты зақым тиюі мүмкін. Демек, көптеген ауруларға келіп соқтырады. Омыртқа жұтамыз. Демек, жазу үстелімен орындығымыз сай келу керек екен. Керемет. Келесі. Түрлендіру сұрақтары. Адамдардың ас қозғалуынан көптеген аурулар пайда болды дегенді қалай өзгертуге болады? Қалай өзгертесің бұны? Адамдар ас қозғалуынан керісінше көп қозғалуы тиіс. Себебі қазіргі таңда заманауи аппараттар дамып жатқандықтан ересектер де жасөспірімдер де аппараттың алдында ұзақ отырып ас қозғалады. Соның салдарынан көптеген аурулар, яғни семіздік, қаңқа қисаюы және тағы да басқа аурулар дамуы мүмкін. Сондықтан біз көп қозғалуымыз қажет. Басқаша қолдану. Бас сүйек өзгермес үшін не істеу керек? Бас сүйек өзгермес үшін бас сүйекке зиянды заттарды пайдаланбау керек, және де жиі компьютерлерге арналған жаттығуларды жасау керек. Мысалы, көп жасөспірім балалар компьютерде құлаққап тағып көп уақыт отырады. Сол көп уақыт отырғаннан бас сүйегі жылжып, бас сүйегі пішінін өзгертеді. Тамаша, дұрыс. Оны басқаша қолдануға болады, я? Не үшін компьютерлер көп отырмау керек? Құлаққапты көп кимеуіміз керек, я? Сол кезде бас сүйегіміз өзгермейді дейді. Тағы, жақсы. Азайту сұрағы. Адам қаңқасын қазіргі өмірмен қалай байланыстыра едіңіз? Жалпы қазіргі таңда жасөспірімдер мен үлкендер
гаджеттің айта кеткендей гаджеттердің алдында техниканың дамығанның әсерінен олар гаджетпен көп қолданылады және де денсаулығына қарамайды. Соның әсерінен түрлі аурулар туындауы мүмкін. Сондықтан да біз жасөспірімдерге кеңес берер едік, дене шынықтырумен және де салауатты өмір салтын ұстану. Жарайсың, Емір, жарайсың. Келесі сұрағымыз. Келесі сұрағымыз қайта қарау сұрағы. Неліктен болашақта адамның тірек қимыл жүйесі өзгермеуі мүмкін? Себебі қазіргі Өзгеруі мүмкін. Неліктен? Солай ма? өзгеруі мүмкін. Иә. Себебі жаңа айтқанымыздай адамдардың көбісінің омыртқалары және де сүйектері қалпына зақымданып жатыр. Сондықтан да олардың қимыл тірек жүйелері зақымданып, қолданудан шығып кетуі мүмкін. Нақтырақ айтқанда балалар, бізде де егер қарасаңдар, бұл жерде сұрағымыз неліктен болашақта қимыл жүйесі өзгеруі адамның тірек қимыл жүйесі өзгеруі мүмкін. Біздер көбіне балалар байқасаңдар, біз көбіне гаджетте, телефонда отырамыз. Телефон біз қалай қараймыз? Үнемі еңкейіп қараймыз. Солай ма? Міне, тіпті осылай еңкейіп қараудың нәтижесінде біздің немізде, мына жерімізде сүйегіміз қанғанса, омыртқа жұтамызда бір сүйек пайда болып, немесе сүйегіміз шығып кетуі мүмкін деген болжам бар. Үнемі еңкейіп. Үнемі біз еңкейіп отырғанда омыртқа жұтамыз қисайып, сүйегіміздегі тірек қимыл жүйесі өзгеруі мүмкін. Көріне ма балалар? Сондықтан біз неде телефонда, ұялы телефонда көп отыруымызға болмайды. Тіпті біз жүріп баратқанның өзінде көп адамдар байқасын, жүріп баратқанның өзінде жаңа телефон еңкейіп тұрып қолданады. Оның барлығы біздердің тірек қимыл жүйемізге кері әсерін тигізеді. Тамаша балалар. Ал бұл топты бағалап тастайық. Сіздің шарқылы қанша балл қоясыңдар? Келесі 4-ші топты тыңдап көрейік. 4-ші топқа бассүйек моделі бассүйек бөліктері олардың барлығы қызметтері, бөліктері талдау керек. Қане көрейік. Жалпы бассүйектер екі бөлім болады. Олар жүн және тақ болады. Бассүйекте ми бөлімі және де бет бөлімі болады. Бассүйек бұл ми қорғаныс, миды қорғау сауыты. Қане ми сауыты көрсет. Бекамыз. Дұрыс. Және олардың әр сүйектің өз атаулары бар. Бұл төбе сүйегі, бұл маңдай сүйегі болады. Мидың келесі бөліктерін айта кететін болсақ, ол сына тәрізді сүйектер жұп-жұптан болады. Ал бізде келесі мына жерде бізде самай сүйектері бар. Ал бізде көз жанары, яғни көз жас сүйектері осы жерде орналасады. Жақсы. Әрқайсысы жұп-жұптан орналасады. Жақсы. Келесі сүйек бұл кеңсірік сүйегі және бұл бет сүйегі, ал бұл үстіңгі жақ сүйегі. Жақсы. Бұл бізде астыңғы жақ сүйек, жүйде сүйегі, шықшығын сүйегі. Келесі айта кететін болсақ, ми бізде ми сауыт екенін барлығымыз білеміз. Бұның ішінде ми болады, сондықтан біз түрлі қауіптерден, апаттардан, яғни басымызда ми сауытын абайлап, яғни байқап ұстауымыз керек. Егер де сонымен қатар біз құлақ қаптарды пайдаланатын болсақ, және де миымыздың ми сауытының күші өзгеріп кету қаупі бар. Сондықтан барлығымыз ми сауытын абайлап ұстағанымыз жөн. Жақсы. Демек балалар бұл бассүйекте байқадыңдар ол біздерде. Демек 4 бөлігін айтты біздерде. Төбесі, маңдайы, самай, шүйдесі болады екен. Көрдіңдер ме? Біздер бассүйегіміз қозғалмауы деп, қозғалмайды деді. Ненің арқасында қозғалады? Ойын омыртқасы арқылы қозғалып отырады. Қайсы жақ сүйектері қозғалмауы еді, жақында қозғалмауы? Жақсы. Ал бағалап тастайық бұл топты. Қане қанша ойлап тап, жұптық жұмысқа келді. Бірінші жұпқа назар аударамыз. 1 мен 5 сандар аралығындағы сүйектік бөліктері немесе қанға бөлінген
мен 15 сандар аралығын, ал 4-ші жұп 16 мен 20 сандар аралығын белгілейді. Мінекей. Ал енді балалар, қазір сендер ойлантап жұмысында, байқасыңдар жұптық жұмысында. Көбісін қиналғандарын байқадым, көбісін оңай шешкенін де байқадым. Назар аударыңдар да белгілеп отырыңдар. Әрі навигатормен өздерді бағалауды ұмытпаймыз. Келесінекте біріншісін не беріңдер? Бассүйек. Тамаша. Екіге не беріңдер? Кеңсірік. Бұғана деп жазғамызда қателестің керіңдер. Үшке не беріңдер? Үшке не беріңдер? Мойын омыртқасы ғой. Мойын омыртқасы. Төртке не беріңдер? Бұғана. Беске не беріңдер? Жауырын. Алтыға не беріңдер? Қабырға. Жетіге? Көз-сегі. Сегізге? Тоңпанжы. Тамаша белгілеп отырмыз ғой. Тоғыз. Қандай омыртқа ортасы? Бел омыртқа ортасы. Келесіне кеттік. 10. Шынтақ сүйегі. Шынтақ сүйегі болады, кәріжілікті белгілеп қойсақ. 11-ші не болады? Кәріжілік. Түсінікті ме? Дұрыстап қойыңдар қателерді. Келесі 12. Жамбас сүйегі. Жамбас сүйегі. 13. Білезік. 14. Саусақ сүйектері. Тамаша. 15. Ортан жілік. 16. Дұрыс. Демек буындар. Түсінікті онда былайша айтқанда. Келесі. 17. Асықты жілік. Оның артында 18. Шабақ немесе садақ сүйегі. Келесі. 19. Қолақса. 20. Не қат? Белгілеп, нелерімді қателерімді ұстап, навигатордан қанша қате жіберді бағалауды ұмытпайтын жылытып отырамыз. Ал балалар, келесі кезек бұл шыңға ұмтылу әдісі болады. Шыңға ұмтылуда біз квиз платформасын пайдаланамыз. Демек, әрқайсымыз қазір ұялы телефондарын қолданамыз, ашамыз. Ұялы телефон арқылы сендерге сілтеме жіберілді. Сол сілтеме арқылы кіріп, аты жөндеріңді жазамыз. Ал енді қарасаңдар шыңға шығу үшін 10 сұрақты көрінеді ме балалар? Міне астында тұрсыздар. Бейбарыс, Аяжан, Іңкәр, барлығы не? Арай, барлығы тұрсыздар. Осы жерде 10 сұраққа жауап беру арқылы мына шыңға көтерілеміз. Кеттік. Міне балалар, біздерде шыңға ұмтылу ойынымыз аяқталды. Бірінші орында көрген ғой, Мадияр алыпты біздер көрген. Екінші орында Нұрхат, үшінші орында Іңкәр. Қосылып қойайық. Енді балалар, бүгін сендер сабаққа өте жақсы қатысып отырдық. Енді кері байланыс жүргіземіз. Біздің кері байланысымыз бұл білім поштасы деп аталады. Сендерге мынадай әрқайсысына конверт беріліп, бұл конвертте сендер бүгін сендердің ойларыңша сабақта қиын болған тұстан немесе қызықты болған тұстан жазыңдар. Себебін атап көрсетіңдер. Мысалын келтіресіңдер және қорыта айтқанда деген жерде қорыта айтқандағы сендер бір тілектерді жазсаңдар болады. Тағы немесе ұсыныстарды жазсаңдар болады. Тағы басқа. Ал енді толтырамыз балалар. Навигаторды белгілеп отырмыз ба? Роман.
сабақ бар? Ендеше кім оқиды? Аяжан. Менің ойымша бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Себебі біз көптеген қызықты тапсырмалар орындадық. Мысалға, топтық жұмыс, ойлантап, шыңға шығу, қорытынды айтқанда маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Керемет. Бұл сабақ өте керемет өтті. Себебі сүйек бөліктері туралы көптеген ақпарат ала алдық. Мысалы, топтық жұмыстан өзімізге керек ақпараттың барлығын біз ала алдық. Қорыта айтқанда қалқаның әртүрлі өзінше ерекше қызмет атқаратыны туралы біз білдік. Өте жақсы. Келесі Бүгінгі сабақ қызыққа толы. Себебі біз модельдермен топтық жұмыс жасадық. Оларға талдау жасай алдық. Сонымен қатар өз қолымен ұстап сабақтың яғни модельдерді сезіне білдік. Сонымен қатар шыңға шығу ойыны да өте қызықты болды. Бүгінгі сабақ біз үшін өте қажет деп ойлаймын. тамаша. Жас. Ал, кел. Поштамызға салсақ болады балалар. Ал балалар, өзі бағалау парағын түгетпей, қай көрсетіңдерші навигаторларды. Қай кезек жетті навигаторларымыз. Тамаша, балдарды белгілеп отырдық па? Яғни, керемет, жақсы. Тек бір екеуінен ғана жасайыншы, қай жиналған барлық бағалау парақтан. Керемет, сен айтшы қанша жинадың, керемет. Мен бұл тапсырмада иә немесе жоқ үй тапсырмасын тексеру тапсырмасында мен бір қате жіберіп 2 балл жинадым. Ал топтық жұмыс тапсырмасында мен өз міндетімді жасап 2 баллға ие болдым. Ойлантап жұптық жұмысында мен бір қате жібердім де 2 балл алдым. Шыңға шығу және жеке жұмыс тапсырмаларында мен 2 қате жіберіп 1 алдым, 1 балл алдым. Барлығы сонда менде 7 балл шықты. Тамаша. Мен 10 балл алдым. 10 баллды қалай жеттің 10 баллға? Навигаторды былай көрсетші, бізге барлық оқушылар көрсін. Айшынға жетті, жақсы. Бірінші тапсырмада, яғни иә немесе жоқ үй тапсырмасын тексеруде ешқандай қате жібермедім, себебі барлығы дұрыс болды. Осылайша 3 балл алдым. Топтық жұмыста топта белсенді жұмыс жасадық, сондықтан да одан 3 балл алдым. Ойлантап жұмысында қате жібермедік, бірақ арасында қателер болды, сондықтан 2 баллға ие болдым. Шыңға шығу кезінде қате жібермедім, сондықтан 3 баллға ие болдым. Керемет, бағалау парақтарын жинаймыз, маған алып келеміз. Ал, ендеше үй тапсырмасы балалар, назар аударамыз. Үй тапсырмасында 31-ші параграф берілді. 31-ші параграфтың артында сұрақтар берілген. Сол сұрақтарға жауап жазамыз. Түсінікті ғой? Енді балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Тірек қимыл жүйесі бұл біздің өмірімізде маңызды рөл атқарады. Сондықтан біз әрқашанда өз денсаулығымызды күтіп балалар, салауатты өмір сүріп, спортпен шұғылдануды ұмытпайық. Ал, жақсы, рахмет балалар. Сабаққа белсенді қатысқан балалар міндетті түрде барлықтан бағаланасыңдар. Бүгін сабақ өте қызықты болды.